Баршаға ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, біздің тұрақты көрермендеріміз және YouTube арнамыздың қонақтары. Қыстан қорықпаңыздар деп не үшін видео түсіріп жатқанымды айтып өтейін. Өткенде бізде Шымкентте -29, -30-ға дейін барды, ауа райы. Сол кезде менің бортым осы жаңағы күздің борт болып қақ кеткен еді. Мына жағы 20, 40, мына жері 20. Сонымен не керек? Жаңағы мен мүмкіндігім болмады, жаңағыдай былай қия көтеруге мүмкіндігім болмады уақыттан. Жұмыс болды, басқа болды, сонымен осы бойынша қақ кетті. Мен ойладым, шуалшандар өліп қалған шығар деп ойладым. Қазір біргелікте көрейік, шуалшандар не болып жатыр, аман қалды ма, сондай суықтардан аман өтті ма. Айырдың көмегімен шамамен мына жерде алып көрейік. 20 сантиметр жеріне. Шуалшандарға ештеңе болмаған, қимылдап жатыр. Тамаша. Тамаша, әнекей. Өте тамаша. Шуалшандарымыз тірі екен. 20 сантиметр дегеннің өз жағы тірі болып шықты. Мына төбе жағын көрейік, 40 сантиметр деген жерді. Әнекей. Өте тамаша, мінекей. Шуалшандарға ештеңе болған жоқ. Аман есен, аман есен. Белдеріне не байлаған екен, бірақ ұйықтап жатса керек. Қимыл аз өте. Енді күн жылайтын болса, бұлар бірден қайтадан оянып, жаңағыда жұмыстарын жалғастырып кете беретін болады. Әрине, достар, қыстың бортын жасаған дұрыс болар еді. Егер де сіздер осы бір жағын жоғарырақ қылатын болсақ, мына жерде қызу беріп, шуалшандар жылы жаққа өтіп, жұмыстарын қысы бойы жалғастырар еді. Бірақ енді біздің жағдайда ондай болған жоқ. Аман есен көктемге қарай жаңағыдай дальше жұмысымызды жалғастырамыз. Осындай пайдалы видео болды деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз туындаса комментарияға жазыңыздар. Видео ұнаған болса лайк басыңыздар. Жақсы күндерде кездескенше сау саламат болыңыздар, аман болыңыздар.